Қазақ тілі 2 сынып 126 сабақ. Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін сан есім тақырыбын жалғастырамыз. 23 жаттығу. Мәтінді түсініп оқы. Сәлем, Азат. Сәлем, Самал. Азат, сен қаламызда салынған метроны көрдің бе? Иә, көрдім. Маған метро ұнайды. Метро 11 бекеттен тұрады екен. Оның 5-еуі тереңде орналасқан. Пойыздар әр 7 минут сайын жүреді. Пойыздың іші таза әрі жайлы. Рахмет, Азат, мені қызықтырып қойдың. Міндетті түрде барып көремін. Мәтіннің авторы Жұмабай Қайранбай. Мәтін мазмұны бойынша бір-біріңе сұрақ қойыңдар. Мәтін бойынша сұрақтар. Азат метроны көрді ме? Метро неше бекеттен тұрады? Бекеттердің нешеуі тереңде орналасқан? Пойыздар қанша минут сайын жүреді? Пойыздың іші қандай? Самал не істемекші болды? Осылай бір-біріңе сұрақ қойсаңдар болады. Келесі тапсырма: мәтіннен сан есімдерді тап, оларға сұрақ қой. Мәтіндегі сан есімдер 11, 5-еуі, 7. Оларға сұрақ қоямыз. Неше? 11, нешеуі? 5-еуі, қанша? 7. 24 жаттығу. Өлеңнің алғашқы 4 жолын көшіріп жаз. Сан есімдердің астын сыз. Бір топ бала тоғаннан 15 балық ұстадық. Бөліскенде оларды әркімге тиді 3 балық. Сынайын бір, ал сені бала саны қанша еді? Өлеңнің авторы Сұлтан Қалиұлы. Өлең саған ұнай ма? Өлеңдегі сұрақтың жауабын тап. Өлеңнің алғашқы 4 жолын көшіріп жазамыз. Өлеңдегі сан есімдер 1, 15, 3. Ал өлеңдегі сұрақтың жауабы 5 балық. 25 жаттығу. Сенің туған өлкеңде не бар? Дәптерге жазғанда сол барларының тұсына қосу белгісін қой. Не жоқ, оның тұсына азайту белгісін қой. Жоқтарын өзің қосып толықтыр. Біздің өлкеде өзен бар. Көл бар. Тау жоқ. Орман жоқ. Жазық дала жоқ. Зауыт жоқ. Метро жоқ. Стадион бар. Мұражай бар. Субұрқақ бар. Кітапхана бар. Осылай өз туған өлкелеріңде не бар, не жоқ, соны осылай белгілеп көрсетуге болады. 26 жаттығу. Саған алыстан бір қонақ келді дейік. Сен оған туған өлкеңнің қай жерлерін көрсетер едің? Ал оның туған өлкесі туралы не білгің келеді? Осындай сұрақтар арқылы бір-біріңмен сұхбаттасыңдар. Сәлем, қош келдің. Рахмет, сенің туған жерің өте әдемі екен. Қай жерлерді көрсетесің? Мен саған ең алдымен қаламыздың орталығын, саябақтарын және тарихи орындарын көрсетемін. Сондай-ақ тауға апарып, табиғатын тамашалатамын. Керемет екен. Ал бұл жердің ең танымал орны қайсы? Ең танымал орындарының бірі орталық алаң мен демалыс саябағы. Ал сенің туған өлкең қандай? Менің туған жерім де әдемі.
Онда үлкен көлдер мен ормандар бар. Сендердің жақта ауа райы қандай? Көбіне салқын, қысы ұзақ болады. Қандай көрікті жерлерің бар? Бізде тарихи мұражайлар мен табиғи қорықтар көп. Өте қызық екен. Бір күні сенің еліңе де барғым келеді. Қуана қарсы аламын. Осылай бір-бірлеріңмен сұхбаттассаңдар болады. 27-ші жаттығу. Ребусты шеш, шешуіндегі сөзді қатыстырып сөйлем құрап жаз. Ребуста бір саны және қазанның суреті берілген. Сонда ребустың шешуі бір қазан болады. Енді бір қазан сөзін қатыстырып сөйлем құрап жазамыз. Біз саяхат кезінде бір қазанды алыстан көрдік. Осылай сөйлем құрауға болады. Балалар, осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Келесі 127-ші сабақты көру үшін міндетті түрде арнаға тіркеліп алыңыздар. Келесі сабақта кездескенше.